Төле би ауданында тазару күн аясында жалпы халықтық сенбілік өтті. Игі бастамаға мемлекеттік қызметшілер, аудандық мәслихат депутаттары, тұрғындар мен белсенді жастар атсалысты. Сенбілік барысында аудан көлемінде аумақты тазалық жұмыстары жүргізілді. Қатысушылар көшелерді, саябақтар мен демалыс орындарын, қоғамдық аумақтарды қоқыстан тазартып, айналаны көркейтуге өз үлесін қосты. Сонымен қатар арық-атыздар тазаланып, ағаш түптері қопсытылып, жасыл желектерге күтім жасалды. Аудан тұрғындары, аудан ардагерлері жұртшылықпен бірге жастарға үлгі болу мақсатында сенбілікке шығып отырмыз. Бұның өзі жаңару күні, жаңа Қазақстанда ардагерлеріміз жастарға үлкен серпін береді, үлгі өнеге біледі деген сенімдеміз. Жаңғыру күнінде Төле би бабамыздың шатқалында сенбілік жүріп жатыр. Бұл сенбілікке ұйымдастырушы Төле би ауданының әкімшілігі және Ленгер қаласының әкімшілігінің ұйымдастыруымен болып жатқан іс-шара. Жалпы сенбілікке 2100-ден астам адам қатысып, 34 арнайы техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 18 тоннаға жуық күл қоқыс сыртқа шығарылды. Сенбілік жұмысы арқылы ауданымыздың, еліміздің көркеюіне өзіндік үлес қосамыз. Ал енді таза Қазақстан акциясы деген бұл бір күндік шара ғана емес, бұл экологиялық мәдениетті қалыптастыру тұрғындар арасында, елдің арасында. Ол дегеніміз өзіміздің туған жерімізді, туған ауылымызды, көшемізді, ауламызды таза ұстау арқылы біз өзіміздің мәдениеттілігімізді қалыптастырамыз. Тазару күні тек тазалық шарасы ғана емес, бұл тұрғындарды бірлікке, жауапкершілікке және туған жерге деген жанашырлыққа үндейтін маңызды бастама. Осындай ортақ еңбектің нәтижесінде аудан келбеті көркейіп, халық үшін қолайлы әрі таза ортақ қалыптасуда. Нұрлан Пайызов, Еркінбек Ермекбайұлы, жаңалықтар.